Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бізде құрлық суларының экологиялық проблемалары. Яғни құрлық сулар қалай пайда болады бізде? Яғни бірінші біз өткенді қайталап алайық. Өткенде өтілген таудағы тауда қар мұздықтар ери бастап, ол өзен арқылы келіп теңізге немесе көлге құяды, және сонымен қатар көлшікке жаңағы өзендер ағып өту арқылы бізде құрлық сулар пайда бола бастайды. Сонымен қатар біз бүгінгі сабақта не істейміз? Құрлық суларының экологиялық проблемаларын жіктеп және оның шешу жолдарын ұсынатын боламыз. Судың қандай маңызды қасиеттерін білесіңдер? Яғни бұл сұрақ арқылы бізде судың қандай маңызды қасиеттерін білеміз. Яғни бізде су жер шарындағы ең ерекше және кең таралған минерал болып саналады. Су өте күшті еріткіш, суда ерімейтін зат жоқ. Температурасы төмендеген сайын судың тығыздығы арта бастайды. Бұл қасиет оның қыста түгелдей қатып қалуына мүмкіндік бермейді. Яғни ондағы тіршілік дүниесін сақтап қалуға көмектеседі. Мысалы, қыстың күні біз өзендерде қарасақ, мұз қатады, бірақ жоғарғы жағы қатады, ішкі жағында судың ағысы болған екен, ол мұз қатпайды. Неге? Өйткені оның температурасы төмендеген сайын судың тығыздығы арта бастайды. Енді кез келген тіршілік иесі денесінің 70-98%-ға жуық бөлігі судан тұрады. Сонымен қатар су айдынына жер бетіндегі температураның тәуліктік және маусымдық тіршілік үшін қолайлы жағдайда ұстап тұруға көмектеседі. Сонымен қатар тұщы су қорының жеткілікті немесе жеткіліксіз болуы неге байланысты болуы мүмкін деген сұрақ келеді бізде. Яғни жауап бізде бірінші 21 ғасырда адамзат шешімін толық таба алмай отырған басты мәселелердің бірі таза ауыз судың тапшылығы болып саналады. Бүгінгі таңда дүние жүзінде шамамен 1 миллиард адам сапалы ауыз суға зәру болуы мүмкін. Әр жылы 3 миллиардтан астам адам сапасыз судың кесірінен туындайтын түрлі аурулардың зардабын шегіп отырады. Қазіргі таңда тұщы судың жетіспеушілігі, мысалы бізде қай өңірде, орталық Азия мен Африка елдерінде ғана емес, бүкіл әлемде алаңдап отыр қазір тұщы су. Яғни тұщы су адамның ішетін суы және ауыл шаруашылығына пайдалану. Сол себепті бізде Біріккен ұлттар ұйымы, яғни 19 ғасырда тұщы су дәуірі деп жарияланған болатын. Сонымен қатар бізде келесі суды тазартудың кең таралған қанша түрі бар деген сұрақ болуы мүмкін. Бізде жауаптары, яғни механикалық тұтындыру және сүзгіден өткізу арқылы тазарту, яғни судың тазарту, міне механикалық әдіс дейміз оны. Сонымен қатар түрлі химиялық заттарды қосу арқылы тазарту, мысалы хлор дейміз, сол суларға қосу арқылы оның ішіндегі бактерияның барлығын өлтіреді, хлор арқылы. Кейін физикалық, химиялық ультрадыбыс электр тоғымен өңдеу және озон, хлор сияқты заттарды қосу арқылы тазартуға болады. Бұл жерде физика, химиялық әдіс деп айтамыз. Биологиялық ұсақтыр организмдер бұл жерде ұсақ шаян және бактериялардың көмегімен тазартуға болады. Яғни бактериялардың көмегімен биологиялық әдіс арқылы тазартуға болады. Бүгінгі бізде сабақта өзің тұратын аймақтағы ауыз сумен қамтамасыз ету шаралары мен суды тазарту сапасын жазу, эссе жазу және су көздерін қорғау мақсатында қандай іс-шараларды ұсынар едіңіз? Осы сұрақтарды талдап қорытындылайтын боламыз.